Музыкалық мектебінде бір сыныптың балалары 3 түрлі аспапта ойнай алады. 15 оқушы пианинода, 17 оқушы домбырада, 11 оқушы гитарада, 5 оқушы пианино және гитарада, 6 оқушы гитара және домбырада, 9 оқушы пианино мен домбырада және 2 оқушы 3 аспапта да ойнай алады. Бұл сыныпта жалпы неше бала бар? Біз енді оқыған мәліметтерімізді жазып алайық. Пианинода 15 оқушы, домбырада 17 оқушы, гитарада 11 оқушы. Пианино және гитарада 5 оқушы, гитара және домбырада 6 оқушы, және пианино және домбырада 9 оқушы. Және 2 оқушы 3 аспапта да ойнай алады дейді. Демек ол пианино қосылған гитара, қосылған домбыра тең 2-ге. Енді біз осы мәліметтердің барлығын пайдаланып жиындарды сала аламыз. Мынау бірінші жиын болсын, мынау екінші жиын болсын, және үшінші жиын болсын. Мынау жиынды біз пианино деп алайық, мұнда 15 оқушы. Мынау жиынды домбыра деп алайық, мұнда 17 оқушы. Және мына жиынды гитара деп алайық, мұнда 11 оқушы. Енді мұнда қарайық, пианино және гитарада 5 оқушы дейді. Бізде міне мынау ол пианино, ал мынау ол гитара. Енді пианино және гитарада ойнаса, ол міне мынау жерде, осы екеуінің қиылысында бізде 5 оқушы бар. Гитара және домбырада 6 оқушы дейді. Міне гитара және домбыра екеуінің қиылысы міне мына жер. Осы жерде 6 оқушы. Сәйкесінше пианино және домбырада 9 оқушы дейді. Демек ол міне былай. 9 оқушы. Енді бізге айтады, пианино, гитара және домбырада үшеуінде де 2 оқушы ойнай алады дейді. Яғни үшеуінің де қиылысып тұрған жері ол міне мына жер. Үшеуіне де 3 жиынға да тиісті жер. Осы жерде бізде 2 оқушы ойнай алады дейді. Енді қарайық. 2 оқушы 3 аспапта да ойнай алса, ол яғни мынау жиында да бар, мына жиында да бар, және мына жиында да бар ол екеу. Демек, мына жерге біз 3 оқушы деп жазамыз. Ал мына жерде 9-дан 2-ні азайтамыз, яғни мұнда тек пианинода және домбырада ойнайтын 7 оқушы бар. Себебі оның екеуі ол гитарада да ойнай алады. Мына жерде де мұнда 4 деп жазамыз. Енді қарайық. Бізде пианинода 15 оқушы ойнай алады, домбырада 17 оқушы, және гитарада 11 оқушы ойнай алады. Егер бізде пианинода мұнда санайық 3, 2, 7, яғни осы жиынның ішінде бізде 12 оқушы бар. Ол пианино мен домбырада ойнай алатын, пианино мен гитарада ойнай алатын, және үшеуінде де ойнай алатын оқушылар. Ондай болса, тек пианинода ойнайтын оқушы, ол 15-тен осыны азайтып тастаймыз. Яғни 7-ге 3-ті қосамыз 10, 12, демек мұнда 3 деп жазамыз. Мына жерде де дәл солай, мұнда 17 оқушы болу керек. Ал бізде ол 7-ге 2-ні қосамыз 9, 9-ға 4-ті қосамыз 13, демек мұнда 4 деп жазамыз. Тек домбырада ойнайтын оқушы саны 4. Гитарада мұнда 3, 2, 4, яғни 3-ге 2-ні қосамыз 5, 5-ке 4-ті қосамыз 9, ал бізде ол 11 болу керек, демек мұнда 2 деп жазамыз. Егер бізде тек пианинода, тек домбырада, тек гитарада, пианино мен домбырада, домбыра мен гитарада, гитара мен пианинода және үшеуінде де ойнай алатын оқушылардың саны белгілі болса, біз барлық жалпы оқушы санын табу үшін осыларды бір-біріне қосамыз. Яғни 3 қосу 2, қосу 7, қосу 4, қосу 4, қосу 2. Барлығын жаздық қойы. Міне 3 оқушы тек пианинода, 3 оқушы пианино мен гитарада, 2 оқушы барлығында да, 7 оқушы пианино мен домбырада, 4 оқушы тек қана домбырада, 4 оқушы домбыра мен гитарада, және 2 оқушы тек қана гитарада. Енді қосып шығайық. Мынау жерден бізден
6, 6-ға 2-ні 8, 8-ге 7, 15. Мұнда 15 шықты мынау жерден. Ал мына жерден көріп тұрмыз ол. 8 қосу 2, 10. Яғни 15-ке 10-ды қоссақ 25 оқушы. Демек, жалпы бізде 25 оқушы бар. Жауап нұсқаларының ішіндегі дұрысы С нұсқасы.